Қайырлы күн. Ал бізде келесі техникамыз бұл крайний сакральный ритм, яғни біздегі бас сүйек, біздің неврологиялық бұзылысы бар балаларға арналған техникаларды сіздерге айтатын боламын. Ал олай болса кеттік. Крайний сакральный терапия, яғни ритм деп жатқанымыз, бұл ағзадағы, адам ағзасындағы крайний жүйенің, яғни бас сүйектің, крайний сакрумның, омыртқаның төменгі бөлігіндегі сүйек арасындағы сұйықтық айналым, яғни белгілі бір адам ағзасындағы бас сүйектердің қозғалысын сипаттайтын термин болып табылады. Бұл ритм негізі остеопатияда маңызды рөл атқарады, себебі біздегі барлық баладағы неврологиялық бұзылыстардың барлығын біз крайний сакральный ритм арқылы ритмдарды дұрыстау, тыңдау барысында сол ритмді қалыпқа келтіру мақсатында жасалатын техникалар. Олай болса біз осы адам ми бөліктері көбінесе баладағы осы бұзылыстардың көбісі баланың жүруі, тұруы, сөйлеуі, қабылдауы деген бұзылыстардың барлығы осы ми бөлігінде болады. Мидың өзі 5 бөліктен құралған, өздеріңіз білесіздер, миышық, сопақша, төбе, самай, лобный кость деген сияқты, затылычный кость, және де біздегі клиновидный кость. Біз осы бұзылыстармен баланың ағзасындағы көп бұзылыстардың барлығы осы сүйектердің зақымдауынан, зат алмасу процесі дұрыс болмағандықтан көп баладағы бұзылыстар, яғни көбінесе баланың жаңағы босану жарақаты кезінен де болатын бұзылыстар, және де дефицитный, ағзадағы біздің дефицитный состояниемізден. Олай болса, біз бүгін крайний сакральный ритм, яғни біздің полный баланың бас сүйегін ритм тыңдаймыз. Негізі бала қалыпты жағдайда өкпе сияқты тыныс алып тұру керек, қалыпты жағдайда тыныс алып тұру. Бас егер де солай тыныс алып тұратын болса, сіздерде қалыпты жағдайда ол жақсы деген сөз. Егер бас қалыпты жағдайда демалып тұрмаса, бас өте қатты болатын болса, бұзылыстар өте көп болады. Ал олай болса, міне бас бөліктің затылычный кость, яғни бізде міне омыртқа, атлант омыртқа сүйектен содан жалғасқан затылычный кость, өздеріңіз білесіздер. Мен қазір тағы да черептен ұстап көрсетемін сіздерге. Затылычный кость ұстау барысында 5 минут, 7-8 минуттай ұстау арқылы 10-12 грамм қолдың түсу салмағы сеземіз. Денемізді тік ұстаймыз. Бұл жерде біздің отыруымызда үлкен рөл атқарады. Денемізді тіктеп ұстаймыз. Қазір бізде затылычный костьті 10-12 грамм басып тыңдап көреміз. Ритм қалай ми демалып жатыр деген сияқты. Ал біз ритмді қалыпқа келтіру мақсатында миды тыныс алуын, яғни кеңінен ашуын қадағалаймыз. Және де крайний сакральный, ол затылычный костьті босатқаннан кейін құлақ айналасын, яғни бізде клиновидный кость пен құлақ айналасын бұл бұлшықеттің тонустарын бір мақсатта дұрыс қалыптастыру үшін 10-12 граммдай салмақ түседі бұлшықетке, және де сіз 1-2-3 минуттай тыңдаймыз бұлшықетті. Ағза, бұлшықет өз-өзімен күресе отырып, бұлшықеттің тонустары қалыпқа келеді. Осы біз техника арқылы адамның жақ сүйек бұлшықеттерінде босату арқылы, яғни тонустарын дұрыстаймыз. Сіз баладағы шайнау процесі төмен болса, ауыздан су ағатын болса, осы техника арқылы сіз баладағы бұзылыстарды қалыпқа келтіруге болады. Ал кеттік. Жақ сүйектен ұстаймыз. 10-12 граммдай салмақ тастаймыз. Қатты напряженность жасамаймыз. Ағза, бұлшықет өз-өзімен күресіп жатыр. Бұл жерде де 1-2-3 минуттай уақыт алады сіздерден. Бұл техника арқылы сіздер бас сүйектің асимметриясын, жақ сүйектерінің бұзылыстарын, яғни көп балаларда тонустар өте көп, ауыз бұлшықеттерінің жұмысы
өте баяу болғандықтан бұлшықеттердің тонустары өте қатты болады. Босатамыз. Босатқан кезде балада қан айналым жүйесі жақсарғаннан кейін бас айналу процесі болуы мүмкін, немесе көз қарайту, жүрек айну процесі жүруі мүмкін. Оған қорықпайсыздар. Бұл қалыпты жағдай. Өйткені біз қазір затылочный костьті босатқаннан кейін, басқа қан айналым дұрыс жеткілікті барғаннан кейін, оны ағза қабылдауы әрқалай. Біреуде жүрек айну болады, біреуде жаңа температура көтеріліп кетуі мүмкін деген сияқты. Оған қатты уайымдамаңыздар. Маңдай бөлігін. Әр бұлшықеттердің тонустарын, бұлшықеттерін біз тыңдау барысында қалыпқа келтіреміз. Ағза бұлшықеттері өз-өзімен күресіп, бір-бірін емдейді. Яғни біз оған мұрша беруіміз керек. Ал затылочный кость тастаймыз да, лобный костьпен бірге ілесе отырып, 10-12 грамм тағын салмақ тастаймыз. Терең тыныс аламыз. Жай шығып кетеміз.